Негізі біз Қызылорда адамдары өтірік деген нәрсеге сәл басқаша қараймыз. Өтірік айтқан адамды жақсы да көрмейміз. Бірақ енді кейде бір жағдайлар болып қалады, сол кезде өтірікті айтуға тура келеді. О, ассалаумалейкум аға. Таңыз қалай? Алейкум, жақсы. Мені таныдыңыз ба? Мирастың тойында танысып едік қой сізбен. Иә, таныдым. Анау кімнің несібесі бар? Алтынайдың інісімін. Иә. Алтынай апа қалай, жақсы ма? Жақсы, шүкір. Не мұнда кино түсіріп отырсыздар ма? Иә, сериал ғой, Қызылорда туралы. Естіп пе едің? Иә, анау бір естідім ғой. Иә, сол, ютубтағы. Жарайды аға, онда кедергі жасамайын. Жақсы. Сәттілік. Аман. Міне көрдіңіздер ме? Қызылордалықтар өтірік айтса да, біреудің көңіліне қарап, ренжітіп алмау үшін айтады. Сосын өтірік айтқан адам бірден таниды және жақтырмай қалады. Осындай бір оқиға болған Қызылордада. Hello, my bro. Жақсы, өзің қалай? Сомен, бүгінгі жоспар қандай? Анамды табу керек. Адамдардан сұрайық. Көрген мүмкін бар? Көрсетіп. Мен тұрсай, жүрсей. Іздейік та сен анаң ғой, бро, саған керек қой. Мысалы мен, отбасым бар, анам бар. Құдайға шүкір, бро. Макстың да отбасы бар, анасы бар. Бақытты өмір сүріп жатыр. Сен ғой, сорлы жетім анам елімін көрмеген. Жүр, хотя бір туысқан тауып берейік та, бро. Қазір оны былай. Не істеп тұрсың? Мотивация берген ғой, бро. Құрай бір, қандай мотивация сенікі? Ойлам сөйлесе кішкене. Тез шықтың ба? Туалетке телефон кірген ғой, бро. Давайте тездетіңдер, шығайық тезірек. Тимур мырза, шақырдыңыз ба? Иә, шақырдым. Қала орталығынан ТРЦ салуға тендер ұтып алдым. Құтты болсын, Басеке. Как раз қалаға ТРЦ керек. Ең көп табыс әкелетін ТРЦ болсын. Болды ма? Кете беремін мен. Сені құттықтау сөздесу үшін шақырт дейсің бе? Қайдан білейін, Басеке? Не үшін шақырдың сен? Қысқасы, қала орталығынан ТРЦ салуға орын жоқ. Сол себепті бірдеңе бұзу керек. Мысалы, ана қала орталығындағы мектеп бар. Соны бұзса болады. Басеке, ол орталықтағы мектеп, ең үлкен мектеп, тем более оқушы көп ол жақта, ертең балдар қайда барады? Ол жерде сен балаң оқи ма? Жоқ. Әлде іні қарындастарың оқи ма? Жоқ, ешкім оқымайды дейді. Енді? Сен не айдаладағы адамдардың проблемасы ойлайсың? Ол же олардың проблемасы. Сен маған ең бастысы сол мектептің директоры кім? Соны біліп бер, әрі қарай өзім сөйлесем. Ба? Просто мұғалімдер жұмыссыз қалады ғой ертең. Сен айтқанды істесеңдерші, мыңқылдай бермей адамның миын жеп. Қызылордада не көп мектеп көп, солардың біріне барады. Айтпашы, ана қалада Бернар жүр. Не істеп жүр біліңдерші? Қадағалап қойыңдар, ұқтың ба?
Кете берейін. Боссың. Жай ғана бұл жалған өмір, ойында тайғана қоласа көңіл, мойыма қайтадан тұр ерінбе, бақытың бұл шегінбе, сынағы бол тәңірдің, бұл ойында жеңілме, әр сынақтан сені сый күтер, бұл тағдыр солай, бұл тағдыр солай, бұл тағдыр солай, бұл тағдыр солай. Жоқ, көне сигареттер сатып алмайым. Мен сізден сатып аласың ба деп сұрадым ба, бро? Неғып көрсеттің онда маған? Мына кісіні іздеп жүрміз, көрдіңіз ба? Бүгін ба? Мынау. Вообще, көрдіңіз ба деймін, бұл жалған фаниде. Жоқ, бірінші рет көріп тұрмын. Ол танымайды екен бұл кісіні. Бірден солай айтпайсыз ба? Қалай? Былай үшеумізден ештеңе өнбейді. Енді бізде бір-ақ фото ғой, бро. Да, былай істек, мен суретке түсіріп алайын телефонға. Екеуің бірге болыңдар, мен бөлек іздеймін. Бро, біз Бернард екеуміз бірге бола алмаймыз. Біз еркекпіз. Сен әзіл етпей қой, сен туып кетпе. Давай кеттік, хабарласыңдар. Let's go. Рұқсат па? Рұқсат. Что-то бірдеңе білдіңдер ме? Иә. Бернард достарымен қалада мамасын іздеп жүр дейді. Еще бүкіл қаланы аралап жүр. Ол да қоймайды екен. Іздеуін тоқтату керек. Егер артық информация шығып кетсе, бізге қиын болатынын білесің ғой. Иә, білем ғой, Васеке. Енді не істейміз? Бәрін мен айтуым керек пе? Топас! Сен көмекші ретінде шешім шығармасаң, мен сен не үшін жұмыс қалды мен? А? Қысқасы, оны тынышталдыру керек. Дәл қазір маған скандалдың керегі жоқ. Жарайды, баршы, өзім шешем. Кетші бар. Осы жол не болды? ПТУ-ға ма? Осы Girls-ты іздеп жүрміз. Үйден шығарда қандай киіммен шығып? Білмеймін. I don't know. Мен кішкентай кезде көрдім, көрмедім. Телефоны бар ма қолында? Мүмкін, бар. Номерді айтсаңды кішкене звондайды. Офисер, сіз бізді түсінбеген сияқтысыз. Мына Girls, мына бойдың мазыры. Екеуі бір-бірін 27 жыл болды. Жоғалтып алған. Енді сізден бір help керек. Сен іше алған бейсің ба? Жөндеп дұрыстап қазақша сөйлесей. Сосын қайдағы 27 жыл? 27 минут бұрын жоғалып кеткен адамдарды зорға тауып отырып. Мынаған біраз уақыт керек, жігіттер. Может, базадан қарап көресіз. Жарайды. Ат жөні кім? Айт. Ат жөні. Атын, I don't know. Кішкентай кезде көргем. Мен не базаға не? Мына суретпен салам ба? Хотя ат жөнін білу керек қой адамның. Офисер, сіз сонда бізге көмектесе алмайсыз ба? Мүмкін коллегалардан, броулардан. Нервыма тимейді. Жөндеп сөйлеші. Кәдімгі қазақша дұрыстап сөйлеші сен. Жаңағы туыстарыңыздан, ағайын, жекжат бауырдан, көршілеріңізден сұрастырсаңыз, бір ғанибет болады дегеніміз ғой. Міне, өзі тым жақсы қазақша сөйлейді екенсің ғой. Жігіттер онда суретті алып қалам. Фотоға түсіріп алсаңызшы. Кімді? Екеуіңді ме? Жоқ, фотоға фотка түсіріп. Жөндеп сөйле деймін саған. Қамап тастаймын сені мына қазір. Бізде жалғыз сурет осы еді ғой. Осыны суретке түсіріп алсаңызшы деген. Енді өстіп дұрыстап айтсай, адам құсам. Мә, хабар болатса айтам. Thank you, officer. Жақсы жігіттер.
Таба алмаймыз, бро. Табамыз, уайымдама, бро. Yeah. Hello, Mr. Timur. Yeah. Таптым? Қазір келемін. Келем. Таптым, айтады маған. Кім? Айттым мен, саған таныс бар. Анамды таптым, дейді. Ооо. Мен барып келейін. Айттым ғой саған, табамыз деп. Yeah, bro. Жүр, бірге барайық. Жоқ, сен Макс бар, мен өзім барамын. Окей? Окей. Хабарласамыз. Ночной клубтан сұрасам біртүрлі шығар, Алло. Я Серік. Қойш, қайдан? Я тоқта, айтпай тұра тұр. Давай жолғайық. Болды, давай. Қалайсың, Бернар? Амансың ба? Я, Бернар, бұл өмір біреулер ұзақ өмір сүреді. Ал біреулердің өмірі қысқа болады дегендей. Сенің анаң өмірден ерте кеткен екен. Мынау анаңның жатқан жер. Мен анам өмірде жоқ. Я қайғыңа ортақпын. Сенің анаң өмір бойына жинаған ақшасын саған завещание ретінде тастап кетіпті. Артымнан алап іздеп келсе, соған беріңдер деп. Мынау жиған терген. Сен жылама, сабыр ет, жылама. Енді Америкаға қайта бер. Сен біраз жұмыс істедің ғой. Қызылорда жайында жақсы мақала жаз, өте жақсы мақала жазды. Анаңды іздедің, таптың. Енді анаяққа қайта бер, анаяқтағы анаң бар сені күтіп отырған уайымдап. Сені тумаса да оғандай бақты ғой. Жылама, сабыр ет. Мен сөйлесейін. Иә. Анаңмен қоштасып ал. Мам. Мен келдім. Мен ойладым. Сені көремін. Сен өмірде жоқ. Енді менде сұрақ бар. Мен кім? Сен кім? Әкем кім?
ең жаман танысу. Мынау жақсы жаңалық болды ғой. Сол ғой. Айтпақшы қайдан тауыпты? Мен біреу хабарласты одан кейін. Ben қуанып кеттім, кетіп қалды. Дұрыс түсінбедім. Мынау біздің болашақ коллегамыз ғой, который бәріміз есікті айқара ашып, осыны күтіп отырған. Қалайсыңдар жігіттер? Не көріп жатсыңдар? Сен бізге жұмысқа тұрғаныңды саған айтпай алдын ала жуып отырған жоқпыз ба? Айдаладағы журналисті күтіп алып, жұмысқа кірем деп ойлап жүрген осы ма? Қиялдап жүрген десе, қиялдап. Бауырым, акиматқа жұмысқа кіру үшін біріншіден дипломың болу керек. Екіншіден тесттен өту керек. Тест, ладно, қоя салшы оны. Сенде диплом бар ма қойды? Жоқ. Мақсат бай ғой. Қалаға келген қонақтарды күтіп алдым деп, жұмысқа тұрам деп ойлама. Ол күтіп алғаннан бар ғой, должность беретін болса, мынау әкім, мен президент болып кететін ем ғой. Дұрыс па? Дұрыс. Таңғала мен осына жек. Мистер Искаков, Мақсат. Сізді маған көмектескеніңіз үшін, маған жақсылық жасағаныңыз үшін, сізді Америкадағы Чикаго әкімшілігіне жұмысқа шақырадым. Және сізге Чикаго әкімшілігінен сыйлық. Саш. Бишаралар, қайыршылар, майай шоттарын төлеп тастаңдар. Бармен, на жер бар ғой, менің атымнан. Ақша көрсең есіріп кетесің, бро. Енді қазақпыз ғой. Құтты болсын, бро. Мамаң тапқан. Не болды, көңіл күйің жоқ қой? Анам өмірде жоқ екен. Қалай? Жаңа жатқан жерін көрдім. Иманды болсын. Құран бағыштады ма, бро? Жоқ, білмеймін. Зато біз білеміз ғой. Жүр, барайық. Иә, кеттік. Жүріңдер. Кеттік. Ақшаны сақ қойсашы, бұл жаман екен. Анамыздың жатқан жері жайлы топырақ тұрға болсын. Ал бауырым, көңілін түсірме, бәрі жақсы болады. Бәрі бұд болады, бро. Жігіттердің ниеттерің қабыл болсын. Әумин. Сендер кім болдыңдар? Досымыздың анасы еді, соған Құран бағыштауға келгенбіз. Қалай досымыздың анасы еді? Бұл жерде біздің анамыз жатыр. Бүгін қайтқан күні сол қарындасымыз екеуміз Құран бағыштауға келдік. О, бро, сен бауырларың бар екен ғой? Менің де анам осы жерде жатыр. Жоқ, жігіттер, сендер қателесіп тұрған сияқтысыңдар. Бұл жерде біздің анамыз. Біз қарындасымыз екеуміз ғана. Ініміз жоқ, ініміз болмаған. Анамыздың басына кеп Құран бағыштайық деп кеп тұрмыз. Сіздің анаңыз осы? Жоқ, бұл кісі емес. Біздің анамыз басқа кісі. Жігіттер, сендер қызықсыңдар, аналарың қай жерде жерленгенін білмейсіңдер ма сонда? Кешіріңіздер. Қателесіп кеткен шығармыз, енді ондай болып тұрады. Жақсы, ниеттерің қабыл болсын. Әумин. Кеттік. Ұят болды. Айтпашы. Точно осы жер ма, бро? Шатасып кетпедің бе? Жоқ. Маған айтты, анан өмірде жоқ. Осы жерде жатыр айтты маған. Жоқ, ол кім айтты саған? Мистер Тимур. Қандай Тимур? Кім ол Тимур деген? Тимур Жансерік, ұлы бизнесмен. Қызылорда бәрі таниды. Тимур Жансерікұлы? Иә. Ол барып тұрған оңбаған қарақшы. Оны біздің қызылордалықтар жақсы көрмейді. Ол бүкіл жерді заңсыз иеленеді.
Ол айтты маған, саған көмектесемін, анамды табамын айтты. Бро, кезінде балалар үйін басқарған кезде балаларды шетелге заңсыз жіберген деген сыбыс бар, бро. Иә, соның арқасында жағдайын жасап алған. Ол айтты маған, анамды табуға көмектесемін. Сонда сен осы уақытқа дейін Тимурдың сөзін сеніп жүрсің ба? Иә. Он опасный мужик. Лучше с ним не связываться. Менде идея бар. Мен білем, қалай жасау керек. Кеттік ол. Құрметті Қызылорда қаласының әкімшілігі және антикоррупциялық қызмет және прокуратура. Мен есім Бернард. Мен Америкадан келген казак журналистімін. Менің сіздерге айтар ақпаратым бар. Қаладағы белгілі кәсіпкер Тимур Жансерік ұлына қатысты. Тимур Жансерік ұлы қаладағы жерлерді заңсыз түрде өзіне алған. Және жас кәсіпкерлердің кәсібін қорқытып өзіне тартып алған. Ең жаманы, кезінде балалар үйінің басшысы болған кезде балаларды заңсыз түрде шетелге сатқан. Оған дәлел мына мен. Мен сол балалар үйінің тәрбиеленушісі болғанмын. Тимур Жансерік ұлына қатысты заң жүзінде қарауды сұраймын. Рахмет. Ақымақ. Мені қыспақ қалғың келген екен ғой, а? Көреміз. Қалай болды? Тамаша. Болды, енді Қызылорда әкімшілігін белгілеп салып қой, сразу реакция береді. Антикор, полиция, прокуратура, бәрін белгілеп жүр, бро. Болды. Белгіле. Қызылорда эмоциялардың қаласы. Мұнда сіз эмоцияның түр-түрін сезіне аласыз. Кейде тіпті бәрін бір уақытта. Күліп артынша жылауыңыз мүмкін. Қуанып тұрып, артынша мұңға батуыңыз да ғажап емес. Өйткені бұл қаланың әр көшесі мен әр бұрышы жүрекпен салынған. Сондықтан кейде қала сенмен бірге бір ритмде қозғалып тұрғандай көрінеді. Сен қуанғанда қала сенмен бірге шаттанып, сен мұңайсаң, қалада бірге түнеретін секілді. Бүгін мен де дәл сондай эмоцияға толы күндерімнің бірін өткердім. Міне, көрдіңіздер ғой. Негізі, Қызылорда адамдарының басындағы ең басты қасиет ол адамгершілік. Сенбейсіздер ме? Онда Қызылордаға келіңіздер. Ешкімді де көргім келмейді көңіл күйім.